Кейін Аллах субханала тағала пайғамбарыбыз айтып атат, пайғамбар сіздерге дават қылып атат, бірақ пайғамбар ешқашан дават қылған үшін ақы сұраған емес деп атат. Енді бұл шынығы пайғамбар екенін дәлелі. Біреу бір саған жақсылық қылса, ақы сұрайды ал. Мен қызмет көрсетсе, ақысын алам дейді. Мен қызмет қылдым, ақымды төле дейді. А пайғамбарлар ешқашан ақы албайды. Ушун Алла Таала айтып атат: "Кул ма саалтукум мин ажр." Айтқын, мен силерден ажыр сұрабаймын деп. Ажыр сұраған жоқпын. "Фа хуа лакум." Эми жақсылық қылсаңар, жақсылығыңарды ажырының соңын Алла өзі береді деп атат. Пайғамбар айтты, иман келтірдің, намаз оқыдың, зекет бердің, жақсы амалдар қылдың, аны соңын кім алады? Сен аласың. Пайғамбар албайды, сен аласың. Демек, пайғамбарлар не қылбайды? Алар ажыр албайды. Ма саалтукум мин ажр. Көрдіңіз бе? Мен силерден ажыр сұраған жоқпын, ақы сұраған жоқпын. Фа хуа лакум. Қылған ишиңердің жақсылығы, сыйлығын өзіңер аласыңар. Ин ажрия илля алаллах. Менің сыйлығымды, менің ақымды Аллах береді дейді. Пайғамбарлар ешқашан ақы алған емес. Ошон үчүн дин таркатуудун негизги пайгамбар жолу, некен сүннет жолу, ақы албайсан дин таркатылат. Ошон үчүн алхамдулилля даватка чыккандарда жаны малың менен чыгарып дават кыласың. Бирөөнүн акчасы менен чыгып дават кылсаң пайдасы болбой калат. Азыраак болот. Өзүң курбанчылык кылсаң пайда болот. Жана дават кылганыңа, таркатканыңа акча да албайсың. Ин ажрия илля алаллах. Пайгамбарлар ақы емес. Оғандар ақыл емес. Пайғамбары зекетті алған емес. Пайғамбар зекет харам деген өзіге емес. Пайғамбары қияматқа шейін ұрпағына пайғамбар харам қылған. Шынығы пайғамбардың шаны. Егер пайғамбар алейхиссалам дүниені топтоғысы келсе, топтоғылы тілі бардығына. Зекетіңені маңа бергілі деп өлі. Жоқса менден кейін мен ұрпағыма бергілі дейтілі. Бұл шынығы пайғамбардың ғана шаны қарағыла. Қияматқа шейін пайғамбардың ұрпағыға Саид бани Хашимдерге зекет берілбейді. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам өзіне жана ұрпағына дағын зекетті харам қылған. Ин ажрия илля алаллах. Ажырды Аллах береді. Зекетті алғанға Расулуллах болса, мұқтаж болса дағын рұқсат берген емес. Өзіге дағын, өзіден кейінгі ұрпағына дағын Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам рұқсат берген емес. Бұл хақиқи диннің пайғамбарымыздың хақиқат пайғамбар екенін дәлелі.